Сәлем қыздар, бүгін сіздермен нан жасайтын боламыз. Менің есімім Дана Мырзакулова, каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі жылы су қажет. Қамырдың барлығына міндетті түрде сүт қосатын болсаңыздар да, су қосатын болсаңыздар да, тез ашу үшін жылы су немесе жылы сүтті қолданыңыздар. 200 грамм жылы су, одан кейін тұз, дрожж, оливковое масло жұмсарту мақсатында, шекер және де ұн. Ал енді бастаймыз. Ең әуелі біз 200 грамм суымызды ыдысымызға құямыз. Оған кішкене тұз. Одан кейін шекерімізді қосамыз. Шекер 2 чайная ложка. Одан көп қосудың қажеті жоқ. Әйтпесе тәтті болып кетеді. Одан кейін дрожж қосамыз. Көп қосудың қажет жоқ. Все, осыған енді біз бір араластырып қосамыз. Қараңыздар, су қостық, тұз қостық, шекер және де дрожж қостық. Енді ұн қосамыз. Все. Ең соңында оливковое масло, сонымен 1-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Сонымен біздің нанымыз ашитын болады қамыры. Оливковое маслоны қосайын деп жатырмын. Енді қостым былайынан. Граммы жоқ, примерно 20-30 грамм. Мен торттардың барлығын грамммен жасаймын, ал қамырға келген кезде көз мөлшермен өлшеймін. Все, осыны 1-2 сағатқа енді қоямыз жылы жерге. Бетін жауып. Қамырымызды алып, енді нанды жасаймыз. Кішкентай етіп, или батон қылып жасасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Немесе былайынан 4-5-ке бөліп, астына кішкене ұн себейін. Былайынан бір орап алып, орта жағын былай жасасаңыздар да болады. Мини-мини нан болады. Кішкентай шелпек тәрізді нандар. Жаңағы біздің тестамыздан 4 осындай кішкентай нандар шықты. Осылай шеткі жағын ұнға немесе суға аунатсаңыздар да болады. Қолдарыңызды былайынан 1-2 рет қараңыздар. Енді нанды осылай басатын негізі құрылғы болады. Оны мен айтпай-ақ сіздер білетін шығарсыздар, бірақ қазір үйде мен таппай тұрмын, сондықтан вилкамен жасаймын. Вилкамен былайынан орта жақтарын тесемін. Егер сізде солай басатын былай болатын болса, бір арзан тұрады, ол 200-300 теңге ғана ма тұрады. Жетісайда қалып кеткен екен менде. Осылай тесіп, мына. Енді жұмыртқаның құр өзін жағып шығамын. Және бетіне кунжут седана жағам. Духовкаға примерно 30 минуттай тұрады. 180 градусқа қоямыз. Кунжут орталарына сепсеңіздер де болады, или шеткі жақтарына, өздеріңіздің қалауларыңыз. Нанымыз духовкада шығып дайын болды. Міне қараңыздар. Жұмсақ. Осылай шықты, қараңыздар. Кәдімгі магазиндегі наннан кем емес. Міне, жұмсақ. Барлықтарыңыз. Дәл осыдан тек қана бұлай домалақ қылып емес, сопақша қылып немесе андай арнайы формаларға қойып, әртүрлі нан етіп жасасаңыздар болады. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Отбасыларыңызды қуантып, дәмді тәттілерді жасап, көз қуанышы болып жүре беріңіздер.